Ассаламағалейкум құрметті достар. Бүгінде Аллаға шүкір қазақ елді тағы да бір қуаныш. Себебі бүгінде Жамбыл облысында, Тараз қаласында 411-ші баспана Құдайға шүкір қазір табысталатын болады. Ал енді біз ішке кірейік, жаймендеп 5 балалы анамыздың осы үйге деген реакциясын бірге көретін боламыз. Жамбылдығын бірге келерік. Қайып бар еді, сосын. Рұқсатта көрген? Жақында туғаның бағын бар. Гүлзер әпкешіңіз, аға, біз қазір қарекетіңіз бірге бір проект бастап еді. Бір жанұялармен біраз сұхбат жүргізу керекпіз. Сол үшін сізге келтіреміз қазір. Бір-екі сұрағымыз бар. Қанша жыл болып тұрып келе жатқандарыңыз бар? 3 жыл болды, осы жерде ма? Жоқ, негізі әр квартирада көшіп жүргенімізге 3 жыл болды. Қазір біреу кіріп ана жақтан сіздерде енді өз баспаналарыңыз болады деп айтса. Сіздерге мында бір рахмет, алғысым шексіз. Қуанып отырмын. Қуанғаннан жүрегім жарылайын деп отыр. Рахмет сіздерге. Көп арманым еді осы менің. Рахмет сіздерге. Алғысым шексіз. Бүгін тағы да бір осындай алтын көз жасқа бәріміз куә болып отырмыз. Аллаға шүкір. Осындай бақыттан аққан көз жастар көп бола берсін. Құрметті халайық, өстіп әр қазағымыздың осындай қуаныш сәттері көп болсын десеңіздер, әрдайым атсалысыңыздар. Бірге қазақ елін көтерейік, Құдай қаласа. Құтты болсын әпке, өте қуаныштымыз. Құдай қаласа, Алла разы болсын.